Біреудің сыртынан кредит алынған. Бұл баяғы Альянс банк. Одан қалай құтылам деп табанынан тозып, түрлі жерге арыздар, шағымдар жазған. Құқық қорғау органдарына, полицияға жүгінген. 5 жыл, бақандай 5 жыл бойы жазбаған жері жоқ, баспаған тауы жоқ, шаршаған. Бізге келді, кеңеске жүгінді, зерттедік, қарадық, сөйтіп мәселені шешуге кірістік, келісімшартқа отырдық. Процессуалдық әрекеттер бар нақты мұндай жағдайда. Біз жаңа займ шарттарын алып алдық. Алудың өзі оңай болған жоқ. Сот арқылы күресіп жүріп, іздерінен қалмай жүріп. Содан кейін барып, сотқа жүгініп, мәміле жарамсыз деп тануға кірістік. Нәтижесінде бір жылдың көлеміне жетпей, жаңағы банктік займ шарты жарамсыз деп танылды. Себебі оған қойылған қолдың біздің адамға тиісті емес екені анықталды. Мінекей, сөйтіп құтылды. Ал енді жаңа 5 жыл бойы табанынан тозып жүргені бекер болды. Одан да дұрысын таңдап істеу керек еді. Анау айтты, мынау айтты дегенмен шапқылай бермей, негізінде дұрыс нәрсені істеу керек. Сол кезде жұмысымыз да жеңілдейді және нәтижесі де болады. Сонымен ағайындар, егер де жан-жақтарыңызда, өзіңіздің басыңызда осындай мәселелер туындаса, дереу Заңзаңғар компаниясының майталман білікті мамандарына жүгініңіздер. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірге жазасыздар. Біздің WhatsApp нөмір осындай видеолардың астында және Инстаграмдағы профильде тұр.